Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ханым, яғни кей жерлерде орама деп те атайды, етсіз ханым жасайтын боламыз. Яғни асқабақпен жасайтын боламыз. Мен бір үлкен монтаваркеге арналған мөлшерді дайындап көрсеттім сіздерге. Ол жерде 4 дана орташа картоп, 6-7 пияз, неғұрлым пияз көбірек болса, соғұрлым дәмді болады. Және бір кішігірім тәтті асқабақ. Енді осылардың барлығын майда кубик етіп турап шығатын боламыз. Бұл жерде мен ет қоспадым, балаларымның өтініші бойынша. Бір жағынан балаларымды әдейі осы асқабаққа үйрету мақсатында көбінесе асқабақтан тағам дайындауды әдетке айналдырдым. Себебі асқабақтың пайдасы өте зор, білетін шығарсыздар. Іштегі құртқа да, иммунитеттің көтерілуіне де, бауыр, бүйрек, асқазан барлық органға пайдасы өте зор. Сондықтан мен асқабақтан жиі тағам жасап тұрамын. Әзірге ханым жасап көрейік. Қажетті заттарымызды турап болғаннан кейін үстінен дәміне қарай тұзын, арнайы манты деген приправа қостым және аздап қарабұрыштан қостым. Сосын мен бұл жерде күнбағыс майын қостым. Қыздар, сіздер құйрық май қоссаңыздар да дәмі өте керемет болады. Енді ыстық суымызды дайындап аламыз. Дәміне қарай тұзын қостым. Бұл жерде судың мөлшері 300 грамм. Ыстық суға тұзы бірден ериді. Енді осы ыстық суымызды ұнға құятын боламыз. Мен бұл жерде 500 грамм ұн. Енді үстіне 3 ас қасық күнбағыс майын қосатын боламыз. Ыстық болғандықтан алдымен қасықпен араластырып алдым. Басы біріккеннен кейін қолмен жайлап араластырып шығатын боламын. Міне бізде қамыр дайын болды. Енді 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Күнбағыс майы қосылған қамыр өте жұмсақ болады. Енді қамырымызды жұқа әдемі етіп жайып шығатын боламыз. Міне қамырымыз осылай жұқа әдемі болып шықты. Енді 4 бөлікке бөліп фаршымызды, яғни начинкамызды салып шығатын боламыз. Начинкамызды салып, әр ораған сайын арасына май жағып тұрсаңыздар, піскеннен кейін өте әдемі болып тұрады. Мен осы әдісті үнемі пайдаланамын. Осылай монтаварканың легендерін майлап, асты жабыспас үшін ханымды бетіне қойып, үстіне майын жағып, отқа қоюға дайындаймыз. Енді алдын ала бұрқылдап қайнап тұрған суымыздың үстіне ханымды қойып уақытқа қараймыз. Біреулер 45 минут пісіреді екен, мен толық 1 сағат пісіріп аламын. Міне қыздар, ханым піскеннен кейін көпсіп әдемі болып шыққан, жуан болып, өте дәмді, сочный болып тұр. Қыздар, каналыма тіркеліп лайк басып мені қолдап кетіңіздер, астарыңыз дәмді болсын.